Құрметті достар, азаматтар, жігіттер, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Құрметті достар, бүгін сіздерді кітапханадағы отанымызға, жігіттерге арналған кітап көрмемізбен таныстырамыз. Біздің отанымыз Қазақстан. Қазақстанды отанымыз дейтін себебіміз, бұл жерде ата-бабаларымыз туған, енді сол жерде біз тұрамыз. Адал адам отанын сүйеді. Адам жүрексіз өмір сүре алмайтыны сияқты. Құрметті достар, біздің Қазақстанның өзіміздің ата заңымыз бар. Ол бәрімізді қорғайды, қолдайды. Және біздің өзіміздің тіліміз бар. Біздің өзіміздің рәміздеріміз бар. Рәміздерге әнұранымыз жатады, елтаңба жатады, және де туымыз бар. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыз, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігіміз қас қақпай күзетіп тұрған жігіттерімізді тағы да мерекелерімізбен құттықтаймыз.